Мына көріп тұрсыздар ма, мынау ішмай. Қазір соны турап, балалық шақта жеген тамағымызды жасаймыз. Ол үшін бүйтеміз, пышақпен уақыт турап аламыз. Барлық. Мына көп болуы мүмкін, жартысын аламыз. Осылай уақыт тураймыз. Біздер баяғыда осылай турап төртеуміз жейтін едік, 4 бала. Үйде 4 бала болдық. Төртеумізге жететін едік. Таңертең таңғы асқа жеп кетеміз осыны. Таңғы асқа жейтін осы біздің тамағымыз. Осылай ішмейді. Турадым. Қазір бұны енді отқа шыжғырам қазір. Мына қараңыздар, осылай араластырып тұрамыз. Оттың басынан кетпейміз. Өзі ішек қарыннан еш шығып жатыр ғой. Мынау кішкене қызарып бастағанда қазір бияз тураймыз. Мына әбден ертіп алайық. Майымыз шыжғырылып жатыр. Сосын биязды осылай уақтап тураймыз да. Мына қуырылып жатырған майдың үстіне саламыз. Майлары қуырылып көрдіңіздер ме? Қызарды майлар. Дәмі келсін деп дұрыс себеміз. Иісі деген күшті бұрқырап жатыр ғой. Ал міне біздер майымызды шыжғырып алдық. Енді нанмен ұрамыз дейсің. Осылай қараңыздар. Осылай аламыз. Майымен мына ішіндегі ішмай көрдіңіз ғой, қызарып қуырды. Биязымен бірге осылай батырып жейміз. Балалық шағым есіме түсіп жатыр. Өстіп біздер өскенше жедік қой, 11 жасы оққанша жедік қой. Осыны деген шыжғырып, майды, биязды араластырып, үйде мамам бар, сосын сыңарым бар, бір інім бар, бір сестренкім бар. Бәріміз осылай отырып үймелеп столда жеп аламыз таңғы асқа. Күшті. Давай.